Сәлеметсіңдер ме, кішкентай көрермендер? Бүгінгі оқитын ертегі кітап оқымайтын қыз. Кітап оқығым келмейді. Үлкендер кітап оқудың рақат сезім екенін айтады. Не екенін қайдам? Бірақ мен оны сезіне алмадым. Кітап оқысам болды, 10 минут өтпестен есінеп шыға келемін. Жарты сағаттан соң көзім ашып, ұйқым келеді. Кірпіктерім бірін-бірі жаңа көргендей құшақтасып жұмыла береді. Кейде ойым сан-саққа бөлініп, не оқып жатқанымды ұмытып қаламын. Әттең, еркім өзімде болса ғой, кітаптың бетін ашпас едім. Сұраушының сүйген асын кім берер демекші, бала болғасын қалаған нәрсеңді жасай алмайсың, себебі кішкентайсың. Сенен жас үлкеннің бәрі, балақай, мынаны істе, ананы істеме деп үнемі ақыл айтып отырады. Әпкем кітап оқығанды ұнатады. Оны сыртынан кітап кеміргіш деп мазақтаймын, бірақ қабақ шытпайды. Ол көбіне махаббат жайлы кітап оқиды. Қыз жібек, қозы көрпеш баян сұлу, айман шолпан, еңлік кебектің аянышты тағдырын оқып, көз жасы көл болады да отырады. Қашан көрсем де сол әдетті, кітаптың ішіне кіріп кетеді. Бірде анашым бейледі. Арай әпкем кітапты беріліп оқиды. Арман ағаң Қырымның 40 батыры Едіге, Орақ Мамай, Қарасай Қази, Ершора батырларды оқығанды жақсы көреді. Әкең әдеби кітаптарды сүйіп оқиды. Ал сен қандай кітапты жақсы көресің, құлыным деп сұрады. Мен қабағымды шытып, апа, мен кітап оқығанды ұнатпаймын деп жауап бердім. Әй, қызым, талғамыңа сай шығарма әлі кездеспеген ау, кітапты ұнатпайтын адам болушы ма еді, деді анам. Бір күні сабақ кезінде ұстазым Жанар апай, қызық кітап оқырманын жалықтырмайды деді. Ондай кітап жоқ, дедім мен күрсініп. Апайым жымиып, түстен кейін мектеп кітапханасына барып келе қойшы, бәлкім сен іздеген кітап сол жақта жатқан шығар. Мұқият қарасаң, өзіңе ұнайтын кітапты табасың. Сол кітапты оқып, ертең сабақта бізге айтып бере ғой, деді. Жаппарқұлда жан бар ма деген мұғалім тапсырған соң, жүк артқан түйе құсап, аяғымды әрең басып, кітапханаға беттедім. Кітапханаға кіргенім сол еді, біреу, бұл кім? Не ғып жүрсің деп, қаңқылдаған қаз дауысындай ащы үнімен саңқ етті. Шошып кеттім. Бұл кімнің дауысы деп, мойынымды жирапша созып, көзімді құрбақадай бақырайтып, дәлізге үңілдім. Қалың кітаптың ортасында жанары инеліктей боп бір бала отыр екен. Дауылпаз деген бір құс бар, үні жер жарады. Қасына барсаң жұдырықтай демекші, өзі кішкентай болғанымен дауысы жуан екен. Мен кітап оқуым керек дедім жанына барып. Ол қояндысын ақситып, ыржиып күлді де, қандай кітап деді. Білмеймін, дедім басымды қасып. Расымен қандай кітап ұнайтынын мен қайдан білейін? Кітапханаға да алғаш келіп тұрғаным осы. Мұнда әпкем сияқты кітап кеміргіш балалар көп екен. Таң қалдым. Түсіндім, деді кітапханашы маған мұқият қарап. Сөйтті де кітап толы сөрені нұсқап. Кітапханаға алғаш келгендер ертегі оқудан бастайды. Мына сөредегі кітаптың бәрі қызық, ертегілер, деді. Мен сөреге жақындадым. Онда ретпен жиналған 20 шақты кітап тұр. Олар түр сипатына қарай қалың, жұқа, үлкен, кішкентай, қатты, жұмсақ, ескі, жаңа болып бөлінеді екен. Мен жұп-жұқа кітапты таңдадым. Себебі жұқа кітапты тез тауысуға болады. Сырты ескілеу екен. Соған қарағанда көне кітап сияқты. Мұқабасында сап-сары алтын есіктің суреті бар. Кітапты аштым. Өзі шыбынның қанатындай 2 парақтан ғана тұрады екен. 2 беттік кітап мен сияқты оқуды ұнатпайтын балалар үшін таптырмас олжа. Алақай деп айқайлап жібердім. Ойбай, не болды, деді кітапханашы. Менің де іздеп келгенім осы кітап қой. Мұны тез-ақ оқып алып, мұғалімнің тапсырмасын орындап құтылайын дедім. Иә, бұл сен сияқты жалқауларға арналған кітап, деді
кітапханашы тағы да ыржиып. Ыржиған сәті сондай сүйкімсіз болар ма? Мені мазақ етіп тұрған сияқты. Мен де қарап қалмай, оған тілімді шығарып, мазақтадым да кітапты алып жүгіре жөнелдім. Қалай балалар, сіздерге ұнап жатыр ма? Құрметті менің кішкентай тыңдармандарым, сіздерге бұл ертегі қызық болып жатырса, лайк қойып, қол көтеріп, қолдап отырамыз. Ары қарай ертегінің ары қарай не болғаны қызықтырса, келесі видеоны жіберіп алмайық.